Ана қазақтардың үйлеріне келдік біз. Жаңадан үй сатып алған Hunters Creek In God We Trust деген өздерінің Land Rover көліктері бар. Қателеспесем 2 көлікке мынандай гараж. Үйдің артында шашлық пісірілуде. Мына жақта көршілері барлығы бүгін жиналып жатыр. Ауа райы 79 Фаренгейт. Сен егер көлік алам дейтін болсаңдар, мына жақта тундра сатылып жатыр. О, қайырлы күн ағайын, есенсіңдер ма? Амансыңдар ма? Армысыңдар, бармысыңдар? Аяқ киіммен жүрсіңдер ғой бәрлерің, аяқ киіммен. Міне үйлер. Құдайға шүкір, Тәңіріме рахмет, өзің қалай, жақсы бәрлігі? Құтты болсын үйлерің. Күйеу бала деп айтсақ болады. Өзі ол Осетин, аты Абай. Көрдіңіз ме? Абай деген атымен. Міне мына асханасы осы үйдің президенті деп айтсақ болады. Ханшайымы. Осы үйдің томерисі. Әдемісің ғой. Тамақсы үйде жүргеннің өзіне Селяжинский киініп алып жүреді. Осындай шак-шак пісіріп жатыр. Қазақи шак-шак пісіріп жатыр. Жалпы әдемі аудандары да әдемі, үйлерінің қасында Қазпочта бар. Көкпенбек. Негізі қазақ еліндегі көп нәрселер осы Америка құрама штаттарынан ұрланған ғой. Аттары, дизайн, түстері. Мысалға Қазақ Телекомның логосының өзі осы жақта AT&T'ден ұрланған логосы. Дәл өзі сол логоны 2 қоя салған болды. Мына жақта ландри дейді, киім жуып кептіретін бөлме. Мына ар жағында қателеспесем гараж, мына кіресің. Мына жақта гараж. Жандыра ма, қалай жандырады, үш басасың ба, біресе аласың ба, ой, чап. Мына жабылды. Мына гараж, мына заттарға қоясың. Мына жақта не бар, көріп қалайық. Мына сервизат. Бұлай жүреміз. Бөлме, мына жақта 2 бөлме, ашпақ қойын, ішінде балалар ұйықтап атқан шығар, демалып жуынатын бөлме. Енау дейсің ғой. Мына жақтан қарай үйдің артына шығып кетуге болады. Ашпақ қойын, ажетқана, отырып ойнанатын жер. Офис құран кітап тұр.